Сәлем, заманмен кестелеу курсына қош келдің. Бұл заманмен курсында сендер не үйренесіңдер, сол туралы осы видеода айтылады. Алдымен келешек кестелеу шебері вышивка деген не? Вышивка дегеніміз бұл матаға арнайы вышивальный машина арқылы жіппенен жазу және суретті салу. Мен бұл салада 2 жылдай тәжірибем бар. Осы тәжірибемді 2 бөлімнен тұратын кестелеу сабағында толықтай егжей-тегжей ашып беріп түсіндіремін. Енді бұл вышивканы қандай жерлерде қолданады? Енді дайын киімдерде вышивка жасауға болады, бөлек бір маталарда вышивка жасайды, авточехолдарда вышивка жасайды, және де басқа да маталы беткейлерде вышивканы жасауға болады. Даже аяқ киімдерде, сумкаларда, басқа да заттарда вышивка жасайды. Вышивка қазақша кестелеу. Енді бұдан былай кестелеу деп атайын. Ал вышивканы жасайтын адамды әрине кестелеу шебері. Сендер бұл вышивка курсын толықтай білгеннен кейін, барлығын үйренгеннен кейін бұл кестелеуді өздеріңіз жасайсыздар. Сондықтан сіздер келешек кестелеу шеберлерсіңдер. Жалпы бұл кестелеу жасау үшін екі бөлімнен тұратын жұмыс жасалынады. Бірінші дизайн жасау. Бұны компьютерде жасайды. Екінші машиналық кестелеу. Бұл яғни толықтай осы матадағы кестелеуді машинада жасау. Енді машиналық кестелеуде не жасалынады, соған тоқталып кетейік. Қандай ақпарат айтылынады бұл курста. Кестелеу жасау үшін қандай машина қажет? Бұлардың қандай түрлері бар? Олар бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Олардың жалпы орташа нарықтағы бағасы қандай? Бұндай машинканың ең арзанын бағасы қандай? Бұның ең қымбаты қандай? Бұның қандай түрлері болады? Яғни үй машинкасы, бытовой машинка және өндірістегі қолданылатын промышленный машинка. Бұлардың бір-бірімен айырмашылығы қандай? Және ең бюджетный және сапасы жақсы қандай машинканы алуға болады? Сол туралы айтылады. Келесі, бұл кестелеуді жасау үшін қандай құралдар қолданылады? Бұл құралдарды қай жерде қолдануға болады? Бұл құралдардың бір-бірімен айырмашылығы неде? Сол туралы айтылады. Келесі, бұл кестелеуде қандай жіпті қолдану қажет? Қарапайым жіптен оның айырмашылығы қандай? Және бұл жіптердің орташа есеппен бағасы қанша және ол жіптерді қай жерден алуға болады? Келесі, бұл кестелеуді жасау үшін қандай инелерді қолдану қажет? Әр инені, яғни қолданатын әртүрлі маталарда әртүрлі ине. Бұлардың мағынасы қандай? Яғни неге әртүрлі маталарда әртүрлі инелерді қолдану қажет? Бұл инелерді қай жерден алуға болады және оның орташа есеппен бағасы қандай? Енді осы айтылған ақпараттар бұл машиналық вышивкаға қатысты. Бұған қоса бұл құралдардың ішіне кіретін қосалқы бұл флизелин. Флизелин дегеніміз не? Бұны не үшін қолдану қажет? Оның орташа есеппен бағасы қандай? Және флизелиндердің өзара түрлері болады. Олардың түрлері бір-бірінен қандай айырмашылықтар бар және оларды қай жерде қолдануға болады? Бұдан басқа да қосалқы ақпараттардың барлығы толықтай әр детальдері ашылып түсіндіріледі. Келесі енді бөлім дизайн жасау. Бұл дизайнды жасау үшін әрине компьютер қажет. Қандай система болу қажет? Біріншіден қандай программада дизайнды жасауға болады? Және қандай программаның түрлері бар?
ең қолайлы программа қандай, бұл программаның орташа есеппен бағасы қандай, бұл программаны қайдан алуға болады, бұл программаны қалай қолдану қажет, сол туралы анық түсіндіріледі. Бұл программаның ішінде мысалы қандай инструменттерді қолдануға болады, суретті тез жасау үшін қандай инструментті қолдану қажет, бұл вышивальный машина оқитындай қандай форматта сақтау қажет схеманы, осы туралы барлық ақпарат айтылады. Енді осы айтып кеткен барлық ақпаратты сіздер біздің заманмен кестелеу курсында толықтай танысып үйрене аласыздар. Егер де сіздер бұл курсты бастасаңыздар, келесі видеоны басып бұл курсты бастайық.